Бірінші Ferrari шын мәнінде Avio Castrioni 815 деп аталды. Бұл 2 орынды Barcetta болды. Ол әсерлі 1.5 литрлік қозғалтқышпен қамтылған болған. Сатып алушылар сатып алуды өздері қалағандай реттей алады. Түстерін, әрлеуін, ішкі әрлеуін тағы басқа болсын. 812 Superfast әлемдегі ең жылдам жол көлігі. 800 ат күші бар, ол 0-100 миль сағатына жылдамдықпен 2,9 секунд іске қосылады. Оның максималдық жылдамдығы 211 миль сағатына. Fiat компаниясына тиесілі 2016 жылы Fiat компанияны бақылаудан бас тартуға шешім қабылдады. Олар 1969 жылдан бері оның 50% иеленеді. 1988 жылы оның ұлы Piero көбірек акцияларды сатты. Бұл Ferrari IPO болды дегенді білдіреді. Ветеринарлар өкілдері граф Франческо Баракка орденді ұшқыш дүниежүзілік соғыста қайтыс болды. Энцо ұшқыштың анасымен кездесті. Ол одан ұлының ұшақтарында қолданатын жылқы белгісін көліктерде қолдануға бола ма деп сұрады. Энцо Ferrari'дің негізін қалаушы. Көңілді Ford Fiat. 60 жылдары Генри Форд екінші компанияны сатып алуға тырысты. Энцо орнынан қозғалмады. Содан кейін Ford GT40 деп аталатын құбыжықты жасады. Шамамен 66 жылы жарыс кезінде 3 GT40 көлігі бірінші, екінші және үшінші орындарға ие болды да Ferrari дотты. Екінші дүниежүзілік соғысқа байланысты өкінішке орай одақтас күштер 1944 жылы Маринеллодағы зауытты бомбылады. 1947 жылға дейінгі алғашқы ресми жол жүруге рұқсат етілген Ferrari V12 125S оқиға орнына дереу жетті. Пайда шығыны. Біз жол жүруге рұқсат етілген Ferrari 1947 жылы шығарылғанын білеміз. Неліктен көп адамдар білмейді. Супер жылдам жарысқа арналған көліктер пайдаға келмеді. Көліктер жарылыстары компанияны қоғамдық пайдалану үшін пайдалы көліктер шығаруға мәжбүр етті. Жүргізушілер. Формула 1 жүргізушілерінің әлем чемпионатының 15 жүлдесі. Формула 1 конструкторларының әлем чемпионатының 16 титулы. Лимандағы 24 сағаттық жарыстардағы жеңістері. Формула 1-дегі 216 гран-при жеңістері және тағы басқа. 1947 жылы бірінші жеңістен бірі Ferrari биыл 5000-нан астам кубок жеңіп алды. Компания жыл сайын дүние жүзінде бөлшек саудадан $1,5 миллиард табыс табады. Олар өз тауарларын олар үшін қалай жасауға болатынын біледі. Олар киім, құлаққап, хронограф, сағаттар және тағы басқа. Бұл көліктер қымбат. Лос-Анджелес аймағында Ferrari көлігін бір күнге жалға алуға болады. Қалған үлгіге байланысты бағалар күніне $1250 $1990 дейін өзгереді.